Баршаға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге керемет тез болып пісетін, духовкада яғни пісіретін қаттама нанның рецептін ұсынатын боламын. Ол үшін видеомды аяғына шейін көріп, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Ол үшін алдымен осындай ұнымызды електен өткізіп дайындап аламыз. Және де жылы суымызға тұз салып, ашытқымызды салып, барлығын бір келкетіп араластырып аламыз. Қанша салатын барлығын мен жазба бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Осылай жақсылап араластырып болып, қамырымыздың үстінен құйып, қамырымызды илеп аламыз. Бірінші қасықтың көмегіменен осылай араластырып аламыз. Сосын қолымызбенен қамырымызды бір келкетіп илеп дайындаймыз. Осындай бір келкі қамыр болып шығады. Енді қамырымыздың бетін жауып 25-30 минутқа ашытып қоямыз. Мінекей қамырымыз ашып шықты. Енді қамырымызды бөліктерге бөліп алатын боламыз. Табамызға жабыспай, осындай ешқандай май, жұмыртқа қосудың да қажеті жоқ. Осындай жұмсақ, әдемі қамыр дайын болады. Енді осылай қамырымызды бөліктерге бөліп аламыз. Менде 5 бөлік шықты. Қалауларыңыз бойынша оны үлкейтіп, немесе кішірейтіп жасасаңыздар болады. Бірақ менде осындай орташа етіп жасадым. Енді осы бөліп алған қамырларымызды дөңгелектеп шығамыз. Осы бөліктерге бөлген қамырымызды енді бетін жауып шетке алып қоямыз. Және де қамырымызды осылай шетінен жая бастаймыз. Бұл ашыған қамыр болғандықтан кішкене жабысын қарайды. Ұн салып, ұнды сеуіп отырып жайып аласыздар. Сосын осылай ерітілген сары майымызды кез келген сары майды жасасаңыздар болады. Ерітіп осылай арасынан бір тексетіп жағып шығамыз. Шет-шетін барлығына тигізіп осылай жайып аламыз. Сосын қамырымызды дөңгелектеп осылай бір-біріне орап, бір шетке бетін жауып қалдырамыз. Енді екінші суаламыз жаямыз. Барлығын осылай кезектеп жасап шығамыз. Бетін жауып отырсаңыздар, өзі қамыр июі қанып дайын болып тұрады. Енді осы дайын болған қамырларымыз мінекей бір-біріне үйлесіп дайын болып тұр. Енді бұл қамырларымызды қатты басып жібермейміз. Осылай бір келкі етіп барлық жерін айналдырып жайып шығамыз. Және де табамызға салып, бетіне жұмыртқа жағып, пешімізге 220 градуста 25 минутта пісіп шығады. Мінекей осындай керемет те болып пісіп шығады нанымыз. 2-3 күн тұрса да қатып қалмайды. Сол қалпы жұмсақ болып тұра береді. Үлкен кісілерге әсіресе қатты ұнайды бұл рецепт. Міндетті түрде осылай жасап, отбасыларыңызды қуанта беріңіздер. Арасын осылай бөліп көрсеттім. Мінекей жұмсақ. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер.